орынбасарынан бастайтын болсақ, Гүлназ қарындасымыздан бастайық. Кәне, шапалақ ұқпайыңыздар. Құрметті апайлар, қонақтар, құрдастар, барлықтарыңызды бүгінгі мына 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен 10 жылдық кездесумен шын жүректен құттықтаймын. Осы кездесуге асығып жеттім. Февральдан бастап дайындалып, ұйымдастырып отқан жігіттер, сендерге үлкен рахмет. Ұстаздар, сіздерге үлкен алғыс. Сол номер 12-ші Амангелді орта мектебінің осы 10 жыл ішінде мен әлі күнге дейін қай мектептің түлегісін деп сұрайды. Мұғалім болып жұмыс істеймін. Сіздерге үлкен алғыс. Деніміз сау болсын, әрқашан аман болайық. Жақсы болайық, жаман болайық, Қазақстанның қай түкпірінде жүрсек те, әйтеуір аман болайық. Сол үшін алдарыңыздағы тәтті сусыннан алып қойыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет. Рахмет, дұрыс айтады. Гүлназдың мен тілегіне, ниетіне қосыламын. Біз сол мектеп қабырғасынан түледік, ұштық, қанатты қақтық, сан қырлардан астық. Сондай бір ұстаздарымыздың берген біліміне қарап, сол білімменен мамандықты таптық. Ал сол мамандықты жасап жатырмыз. Біз не істейміз? Менің бала шағам осындай. Құдайға шүкір, Құдайдың бергенін деп айту керек сондай кезде. Мен бала шағам осындай елге күйеуге шыққам, күйеуім қазір жұмыста, келейін деп еді қазір келіп қалатын шығар деген сияқты әңгімелердің бәрін айту керек осындай жерде. Өйткені керек кезіндегі мектеп кезінде қызықтардан да айтып кетуге болады осындай жерде. Айту керек, дұрыс па? Гүлназға рахмет. Гүлназ мұғалім болып жұмыс істейді деген құрметті қонақтар. Қошеметтеп қояйық. Ұстаздың жолы болған. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген қазақта сөз бар. Оны Абай Хакім айтқанды. Кәніге ары қарай жалғастырамыз. Құрметті ұстаздар, мынау өзіміздің мектеп бітірген түлектеріміз, міне бүгін 10 жылдықтарыңыз құтты болсын. Сіздерге тек денсаулық тілеймін. Өзім учаскелік мейірбикемін. Тек денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сол үшін. Учаскелік мейірбеке деген участковый сияқты да, я? Аймақтық. Біреу ауырып жатса, ей, ауырып жатқандар дейсің да? Аурулар сәтті ұштандар деп айтаттар яқты больницаның адамдары. Жатсай палатаңа дейтіндерден да сәтті ұштандар. Ана Садықтың қаласы анау біраз жас таниды енді қандай. Ғалисан не қылсай олай қанағат басқарып жатыр ғой тойды. Бір қай-қайда аз берген ба біреу басқарып жатқан жоқ қой. Көкін тыңдамайсың ба жоқ? Мына жақта тілек естіп жатырмыз. Біздің қарындасымыз аймақтық мейірбике болып жұмыс істейді екен. Ол берген ұстаздарымыздың білімінің арқасы. Рахмет қарындас. Ары қарай жалғастырамыз кәне. Құрметті мына ұстаздар, сыныптастар, достар. Бүгінгі жиналып отқанымыз себебіміз 10 жылдық қой. 10 жылдығымыз осыдан ұласа берсін, 20 жылдық, 30 жылдық болып. Барлықтарыңа не деймін? Бақыт тілеймін. Жаңа бойдақтар, бастарыңа не деймін? Қосыла берсін бастар. Барлықтарының деніміз сау болсын, бір-бірімізді сыйласып, осылай жүздесіп жүре берейік. Сол үшін барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Рахмет, не жұмыс істейсіз? Домохозяйка. Домохозяйка. Петті оқасыз ба? Жоқ, петті домохозяйка деген баяда бұл сондай нелер оны. Мен пет тіресінде сол күйі жұмыс істегендер. Сондай бір нелер болады, факультеттер бар еді да. Бітіртпей әкетіп қалғанда сондай болады өзіне. Бітіртпей әкетіп қалғанда күйе бола. Содан кейін оқытпай қоймай, бітіртпей әкетіп қоймай. Бірақ дегенмен домохозяйка бітірген, бірақ дегенмен домохозяйка неге? Құдайға шүкір. Әулетіміз көбейтейік, үрім бұтақты шайқалтайық, өзімізден өнейік, өсейік деп қол тимей жатыр жұмыс істеуге. Дұрыс па? Бала шаған дәрігеге дұрыс. Рахмет. Ары қарай жалғастырамыз. Есіміңіз? Кімнің қызы? Көлеген Ырысқұлбек көкемнің қызы сөйлейді. Кәне. Неғыл дейміз, ұстаздар, біздерді сыйлап келіп отқандарыңызға көп-көп рахмет. 10 жылдықты ұйымдастырып отқан кластастар, жігіттерге, сендерге үлкен рахмет. Бақытты болыңдар. Жүздерінен күлкі кетпесін.
Үйленбеген мына бойдақтарға айтарым, бір бастарың 2 бас болсын, 2 бастарың 3 жас болсын. Ал неғыл дейміз, сөзге кедейміз дейді ғой. Дендерің сау болсын. Бірінші байлық денсаулық, самый главный дендерің сау болса, басқасын бәрі табылады ғой. Дендерің сау болсын. Ал қойыңдар сол үшін. Біз ән әкелдік. Әнді неміз бар? Менің орындауымда Мұхтар Құравовтың Алтын ай деген әнін қабыл алыңыздар. Енді Гүлназ, сіздің әніңізді осы отырысқа дайындалып келген қуанышыңызды жасыра алмай жатқаныңыз жүзіңізден көрініп тұр. Сіз айтасыз әнді, бірақ осы арада бір ойын ойнатып жіберсем ба деп жатырмын да, қысқаша. Мына күйеу бала қатысып тұр екен. Күйеу баланың қатысуыменен мұндай кезде сөйлем керек қой, маған түсікті болады. Мына енді күйеу бала атың кім дедім? Рахымжан. Болды осы я. Рахымжан, келіншегім Айжамал. Айжамалмен бірге екеуінің саябақта жүргендеріңді елестетіп, біз қалай махаббатты құрдық, қалай отбасыны құрдық деген нәрсені көрсетіп, Рахымжан мен Айжамал бүгінгі ойыншылықтарыңызға дайындалып келген, екеуі айтсады. Айжамал 86 жігіттеріне сеніп айтсады. Ал енді мына кім? Рахымжан 86 қыздарына сеніп айтсады. Айтсаңыз ба? Үйге барсам таяқ жеп қой десең. Бәрі мені сындырады десең. Онда Гүлназбен айтсасын. Гүлназда да. Онда бүйтейік, Гүлназ, сіз әнге дайындала беріңіз. Сіздер жайғаса беріңіздер. Біз енді Гүлназ әнге дайындала беріңіз. Жаңағы ойынға мен бәрібір қатыстырамын. Сізге мына микрофон. Айжамалға да мен микрофон берем. Қыздар, жігіттер. Арақ жақсы ғой. Ішің жақсы ғой. Көтерсең де жақсы оны. Сәл мені көтеріп тұршы мен өтініш. Шапалақ ұрайық осы жерде. Біздің күйеу бала менен қарындасымыз жақсылап тұрып айтсады осы жерде. Қарындасымыз айтқан кезде қыздар шапалақ ұрады, күйеу бала айтқан кезде жігіттер шапалақ ұрады. Топ па? Сол кезде кімнің айтқанын көреміз. Микрофонды береміз, аржақтан музыка қойылады, айтсасындар кәдімгі.
күйе алмай деп айтпай ақ қояйын, қия алмай жүріңіздер бір-біріңізді. Рахмет күйе бала көрдің бәріне. Енді сіздердің құрметтеріңізге естелік болсын деп, бірекей күйе бала менен жолдас қыздың дұғат. Дұғат береміз. Рахмет. Енді мен сіздерге отыр деген жоқпын ба? Енді біздің осында Гүлназ қарындасым бір жарыстап тұрып бір ән айтады сіздерге. Өйткені өзімізден шыққан, өзіміз деп шапалақ ұратын азамат болсақ, Гүлназдың әнін тыңдайық. Дайын ба? Кәнекей.
елдің биі болса да сол елдің биіне тәрбие беретін біздің мың бір алған шашу би ансамблінің қыздары сіздер үшін қызмет етуге дайын. Бәріміз жайғас отырайық, ортада жүріс-тұрыс болмасын. Қыздардың бишілігіміздің керемет өнерін тамашалайық. Шапалақтайық кәлеге. Алдарыңызда шашу би ансамблі. Сіздерді құрметке оны болса да көтеріп жатқан, демеу көрсетіп жатқан, осы кешімізге бірден бір үлес болсын деп жатқан сіздердің класстастарыңыз Бауыржан Оспановқа қошеметтеп қойсаңыздар. Шашу би ансамблін көтеріп берейік. Және кезекті әнге береміз. Әнді орындайтын біздің Алмарал деген қарындасымыз, Алмарал қарындасым. Осы бір арықтың бойынан су жатқан адамымыз ғой бәрімізде. Өзімізді айтатын қой, Молдық деп. Молдықтың қызы, Көтен ауылдың келіні, Алмарал деген қарындасымыз шайдап тұр. Шапалаура бір арықтың бойында тұрған әке құрметті қонақтар. Мына өтініш. Сіздер достар әрмен.
тамаша керемет. Енді Гүлназ келе ғой. Гүлназ. Төрт досың болса, осылай төбедегі төрде болса, түгелі болады дегендей, мінеке өзіңе арнайы осындай отырыста отырайық, көңілді көтерейік деп, мінеке балалар арнайы сый-сияпат беріп жатыр. Әрқашан жастықта, жолығып, қуанышта бастарын қосылайық. Рахмет. Гүлназға қошемет қояйық.